Азан радиосы әуе толқынында. Атамұра хабары. Азан радиосы әуе толқынында. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум, ардақты Азан радиосының көрермендері мен эфирдегі тыңдармандар. Студияда мен Ануар және бұл Атамұра бағдарламасы. Біз хабарымызда ұлтымыздың көнерген салт дәстүрлерін, мәдениетін, әдеп ғұрыптарын жаңғыртып тыңдармандарымызға дәріптейміз. Және бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз мәдениетіміздің айшықта ажырамас бөлігіне айналған ұлттық музыкалық аспаптарға арналады. Яғни көшпенділер үні десек те болады бүгінгі тақырыпты. Және студиямызға келген қонағымызбен таныс болып отырыңыздар. Бүгін бізде қонақта музыкант, этно-фольклоршы Жанұзақ Нұртайұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, Жанұзақ мырза. Жалпы ұлттық дәстүрді дәріптеп жүрген, ұлттық музыканың мәйегін танытып жүрген азаматтардың бірі ретінде сізді көргенімізге қуаныштымыз. Және біздер бүгін осы Атамұра бағдарламасы аясында бірден екі тақырыпты қамтығалы отырмыз. Бұл сыр тұнған сыбызғы хабарымыздың алғашқы бірінші бөлімінде және екінші бөлімінде дала музыкасының сырлы сазы шаңқобыз деп алған болатынбыз. Енді алдымен осы сыбызғыдан бастайық. Көпшілігіміз енді музыка танушылар, музыка мәдениет саласында жүрген азаматтар әрбір музыкалық аспаптың өзіндік ерекше қолтаңбасын, дыбысын, үнін анық біліп жатады. Ал кейбір жандар үшін әрине бұл жағдайда осы сыбызғы дегенімізне, сазсырнай дегенімізне, шаңқобыздың айырмашылығы қандай шатастырып білмей жататымыз анық. Бүгін осы студияда мүмкіндікті пайдаланып, осы ұлттық өнерге тыңдармандарды бір қадам жақындастырсаңыз, жалпы сыбызғыны өзіңіз қашаннан бері қолға алып дәріптеп жүрсіз? Жалпы енді өзім домбырашымын, күйші. Әуелгі бастаған аспабым, сонымен қатар сыбызғы дәстүріне, күйшілік дәстүріне жалпы ойын қызығушылығым бергерек те 2013-терде сол кездерде басталды. Жалпы енді бұл мен тек енді қызығушылық басталған кезде барлық енді біздің фольклорлық аспаптарды ойнап бастаған кезде сіздер енді біз тек қана қазақтың күйлерін ғана тыңдай қоймай, башқұрттың түркі тектес халықтас башқұрт елінде тоже күйшілік, сыбызғышылық оларда өздерінде қорай деп атайды. Сол башқұрттардың күйлерінде көп ғашық болдық, қазақтың күйлеріне ғашық болдық, сөйтіп қызығушылық туды. Енді қазір әлеуметтік желі дамыған, сондықтан да ютубтан қарап, интернет желісінде өте көп ақпарат қазіргі заманда. Соның бәрін теріп, қарап, тыңдап, тарихымызға үңіліп дегендей солай қызығушылық оянды. Үйренгенде мен соншалықты қызығушылығым соншалықты болды. Ойнап жатып өзім ұйықтап қалатын, бірге құшақтап ұйықтап қалатын, солай үйренген. Бұл музыканың бір құдіреті десек келсіз бе? Солай да болады. Енді Жанұзақ Нұртайұлы айтып кеттіңіз, мен жалпы өзім домбырашымын деп, енді әрбір қазақ көзін ашқаннан домбыра үнін естіп өседі, домбыра дыбысымен тәрбие алады. Енді домбыра бұл біздің енді өңір үшін, жалпы Қазақстан үшін өте бір танымал музыкалық аспаптардың бірі. Ал осы дала музыкасының үні деген кезде осы шаңқобыз, енді дәл қазір біздің айтып отырған сырлы саз, бұл сыр тұнған сыбызғының өзі бір ерекше әсерлі үнін береді. Өйткені көз алдымызға кең байтақ қазақ даласы, қазақ мәдениеті, көшпенділердің сондай бір болмысы еріксіз ойға оралады. Бұл музыкалық аспапты меңгеру өзіңіз бірнеше жыл бұрын бастағанда не түрткі болды сізге? Енді сыбызғыны мен өзім ықыласым пайда болған еді. Бұл бір ұстаздар сыбызғыда ойнайтын, профессионалда ойнайтын ұстаздар бізде саусақпен санарлықтай. Сондықтан ол кезде енді былай сыртқа шығып, былай жүретін уақыт болған жоқ та, дер кезінде үйрену керек болды. Енді ықыласы келіп тұрған кезде оны пайдалану керек қой. Сонда енді өзім дыбыс шығарып, өзімнің ықыласымен талпынып үйреніп бастадым негізінде. Демек ұстаздарыңыз болған жоқ бұл салада? Басында солай болды. Содан енді сол бара-бара жайлап ұстаздарға жолығып, көрсетіп, енді соны постановка дейміз ғой бізден. Тілдің постановкасы қалай үрлеу керек, соны ұстаздардан қарап сөйтіп меңгердім. Сыбызғыларда негізі
мен қазір ойнап жүрген сыбызғыларым мынау. Бізде де сыбызғы жасайды, бірақ мен Башқұртстаннан арнайы алдырам. Башқұртстанда енді өте дамыған, бізде домбыра қалай дамыған, күйшілікті қалай дамыған, оларда да мына сыбызғышылық, қорайдың дәстүрі, күйшілік дәстүрі оларда жақсы дамыған, сонымен қатар аспапшылығы жақсы дамыған. Сондықтан мен қазақтың не келістіріп, мына сыбызғаны арнайы солардың шеберлерімен ақылдасып отырып, жасатып алып, сонымен ойнап жүрмін. Содан алдырып. Енді мына кімнен үйрендіңіз деп отырсыз ғой енді. Мен бұны алғашқы профессионалды оқу тәжірибесінде мен Башқұртстанға барып оқып келгенмін. Бәрекелді. Өзіңіз ізденіп барып, өзім кәдімгідей хабарласып, интернет арқылы сол жақтың ұстаздармен хабарласып. Сонда енді олар бір жағынан қуанды да, былай мына ықылас танытып жатқан кел деп мына без экзамен қабылдап кәдімгідей менің былай кішігірім ойнағанымды, орындағанымды көріп, мына талпынысы мықты екен, мына қазақтарда сондай да бар ма екен деген сияқты. Осы жерде бір нақтылап кеткім келіп отырсыз. Жалпы бұл музыкалық аспапты бағана айттыңыз ғой, Башқұртстанға барып меңгеріп келдім деп, арнайы оқу орынды бітіріп жылдап оқыдыңыз ба, әлде бұл бір қысқа мерзімді курс болды ма, қалай болды? Кәдімгі оқу болды, кәдімгі қалай 4 жыл адам оқиды, сонымен барып, басында енді очно оқу керек болды, өйткені очно оқуда мақсат бұл банаға жақсылап тұрып ұстаздан постановка қою, жақсылап дыбыс қою деген сияқты банағыдай оған банағыдай ішінде көмеймен бірге шығып тұратын нелер, соның бәрін дәстүрін бәрін меңгеріп, басында очно оқыдым, содан кейін барып, енді семья жағдайына байланысты, енді семьям болды ол кезде тоже, енді семьям балдарым барына қарамастан, енді барып келіп жүріп оқитындай қылып, сөйтіп сол жерді бітірдім. Бәрекелді. Демек, сіз кәсіби музыкантсыз, фольклоршы, сыбызғыны меңгерген, теориядан практикаға дейін тиісті оқуын оққан мамансыз. Сәйкесінше, бұндай маман әрине біздің облыста жалпы мәдениетте өте бағалы деп мен өз басым санаймын, өйткені өзінің қызығушылығымен сонау Башқұртстанға барып меңгеріп үлкен мәдениеттің биік үлгісі деп санауға болады. Енді осы жерде Жанұзақ мырза мына тыңдармандарымызға, көрермендерімізге сыбызғының жалпы құрылысын таныстырсаңыз, ол өзі қандай болады, қай жерінен үн шығады? Мысалға мына жерде біз көріп отырмыз, түтікше тектес бірнеше тесіктері бар. Бұл не үшін арналған, дыбыс қалай келеді, қалай үрлейді, осыған тоқталайық. Енді бұл сыбызғының негізгі түп тамыры өсімдіктен шығады. Бұл өсімдік деп қандай өсімдік болуы мүмкін? Біздің елде өсетін өсімдік пе? Біздің елде де көп өсімдіктер өтеді. Бұл енді қурайдан жасайды, қамыстан да жасайды біздің қазақтар. Бұл өсімдіктер бізде өседі. Яғни мұнда тіке ойық болу керек, ортасында ешқандай кедергі болмайды. Яғни бұл жерде екі бөлік бар. Бір жағы бас жағы, яғни адамның тісімен, тілімен үрлейтін жері, постановка қойылатын жері. Екінші бөлігі қолдарының ойықтан соответственно дыбыс шығады. Осы ойықтармен дыбыс бақыланып түрленіп тұрады. Ноталарды басқаруға былайша айтқан кезде. Сондай екі методикамен ойналады. Бір жағында енді методикаға келетін болсақ, бұл енді тілі қойылады. Ең басты құрал адамның тілі болып есептеледі. Үрлеген кезде тіл арқылы ауаны мына жаққа қарай, ойыққа қарай бағыттайды. Сол кезде дұрыс шығады. Яғни бұған көмектеседі адамның ішкі таңдайы ойығы, ауыз ойығы көмектеседі, тіс көмектеседі, еріннің бәрі көмектеседі, ерін көмектеседі, дем көмектеседі. Яғни бұл адамның табиғатпен үндесуі. Табиғат қандай бұл сыбызғыны ойнаған кезде ұстаздар айтады. Сыбызғыны ойнаған кезде сыбызғы сенің қолың қалай болады, сенің қолың қандай, бірге жалғанған ғой денеңе, сондай сыбызғы өсімдік сенің денеңе жалғанып тұру керек. Ойналған кезде сондай өсімдіктің тамырына қарай, табиғатына қарай сенің өзіңнің бір дене мүшең сияқты болып тұру керек деп айтады да. Сол кезде бұның үйлесімді әуен шығады, адамның шабыты ашылады, адамның небір қиял нелерін қозғайды, рухани әсер алады. Енді дәл қазір осы жерде бір қысқа бір әдемі туындыдан сізден үзінді сұрағымыз келіп отыр. Өйткені бұл музыкалық аспап туралы айта бергеннен оны тыңдап рахатын алған дұрыс сияқты. Қандай туындыны ұсынасыз, және сол туындының бір қысқаша мазмұнды айтып кетсеңіз болады. Кейін немесе дейін бізге бұл жерде қазір осы музыкалық аспаптың үнін тыңдап бір рахат алу маңызды болып тұр.
халық күйі арбиян қоңыр деген, енді арбиянның қоңыры деп айтады. Манағыдай енді қоңыр деген енді біздің қазақта өте терең мағыналы түсінік қой. Біздің манағыдай қазақтың болмысын, жалпы руханиятын айшықтайтын қоңыр деген өзінің атауының өзі соның бәрінің мағынасын береді. Сол арбиянның қоңырын орындап берейін. Бәрекелді, тамаша. Осынау бір туындыны жақын жерде жанды дыбыста қасыңыздан өзіңіздің орындауыңызда тыңдаудың өзі бір бөлек екен. Осы орайда енді Азан радиосының студиясында отырғаннан кейін Жанұзақ мырза, өкінішке орай кейбір жағдайда осы дінде музыкаға орын жоқ деген пікірлерде айтылып жатады. Алайда біз мәдениетіміздің мәйегі саналатын осындай үлкен бай мұрамыз, ата мұрамыз, құндылықтарымыз барда біздер оны қалай жоққа шығарып, қалай өмірімізден алып тастауымызға болады. Сіз жалпы бұған қатысты не айтасыз? Бұл енді күрделі сұрақ расында, бірақ мен сіздің пікіріңізді білгім келеді. Үлкен әңгіме, бұл терең ашылатын әңгіме бұл. Сондықтан бұны барлық жерге де бұл әңгіме, барлық жерге де баруға болады. Яғни сіз мына басында айтып отырсыз, таңғалып, осындай тікелей эфирде тыңдап, тыңдаған таңғалып. Оның бір заңдылығы бар өзінің. Өйткені біздің сыбызғы бір замандар жоғалып кете жаздады. Көп заман бойы мына репрессияға ұшырап, көп күйшілік мына біздің Батыс Қазақстанда күйшілік мектеп болған. Соны енді көбісі сыбызғы мектеп, күйшілік мектебі болған. Бұл енді қазір айтса, қазір көбі сене бермейді, музыканттардың өзі көбі білмейді. Көбіне мына оңтүстік шығыс жақта жақсы сақталған деп жатады. Бізде де мына оның соңғы өкілдері мына Сармалай деген күйшілер болған, Ысқақ Уәлиев, оны бергеректе Ахмет Жұбановпен жұмыс жасаған, соғысқа кетіп қайтпай, соның мұрасы сонымен бірге кеткен сыбызғышыл күйшілік. Сондай кездер болған, енді репрессия болды ғой бізде. Сонда біз қазақ сыбызғыдан ажырап қалдық. Сыбызғы түгіл қазақтың бүкіл болмысы, мәдениеті, ұлты жоғалу қаупі болды. Сол кездегі қазақтың генінде сақтап қалған осы сыбызғы үндерін сіздің таңғалып, осылай неше түрлі ой кешулерінің заңдылық. Тарихқа осы ген қайтадан әсер алып, сіздің түйсігіңізде оянып жатыр да, сол нәрселердің бәрі. Расында сөзіңізге келсем, Жанұзақ, өйткені мысалға музыканы қай кезде тыңдасаң да белгілі бір ойға келесің, және ол ой мүмкін 15-20 жыл бұрынғы кезде өткен тарихтағы бір өмірден бір көріністер әкеледі. Расында бұның өзі шыны керек біздің ұлтымыздың бір айшықты бөлігі. Бұны жоққа шығаруға болмайды. Салтымыз, дәстүріміз бойынша әңгіме айтатын болсақ, біздің енді ата-бабаларымызды айналып кете алмаймыз. Өйткені бізде ғұламалар, неше түрлі әулие-әмбиелер, бізде діннің майын ішкен, неше түрлі кереметтер, неше түрлі таңғажайып заттар көрсеткен бір біздің ғұламаларымыз көп қой, біздің Қазақстанда өткен. Соның бәрі осы біздің діннен, руханияттан нәр алған, тұла бойын сондай тазалыққа ұмытылған, Құдайдың
жаңағы біз қазір молдалар айтып жүрген құдайдың дидары туралы қазір көп айтылып жүр. Сол дидарына қауышуға, дидарына құдайдың бағанағыдай нұрына ғашық болған кісілер көп болған ғой бізде. Сондықтан сол кісілердің айтуы бойынша, мысалы біздің енді олар ауыз әдебиеті болып саналады. Бұл сыбызғы туралы фольклорды әңгімені керек десеңіз, адам ата мен Хауа анаға дейін апарады әңгімені. Мына хикая бар ғой, адам атаны мына жұмақтан қуылып жерге түсірген кезде мына бір жердің бір шетіне түсіреді, Хауа ананы бір басқа бір шетіне түседі. Сол кезде айтылады, мына бабаларымыздың әңгімесінен қалған әңгімелер бұлар енді. Сол кісілер айтады, сонда адам атаны мына Мекке жеріне түсірген екен дейді. Сол кезде мына Хауа ананы мына үнді жеріне түсірген. Ол үнді жерінде жылы жер, сондай бағанағыдай рахаттанып өмір сүрген. Бұл кісі енді бүткіл сол жерде жүріп, бағанағыдай бүткіл диқаншылықты, бағанағыдай тамақ пісіру деген сияқты неше түрлі бағанағыдай біздің өмірге керектінің бәрін өмірге алып үйренген ғой. Соны үйреніп бәленбай жыл Хауа ананы таба алмай жүріп, сағынып мына өсімдіктен аспап, сыбызғы тектес аспап жасап алып, мына Хауа ананы сағыныштан соған әуенге салған деп айтылады. Бұл әңгімелерде, үлкен кісілердің әңгімелерінде бұл ешқандай шеттен келген әңгіме емес. Бұл енді біздің ауыз әдебиетіміз. Мысалға, дінде де, музыкада да жалпы кейбір адамдар мысалға Құдайдың барын тек қана дінмен байланыстыру мүмкін. Мысалға, дінде ғана жазылған, Құранда ғана жазылған деп, алайда Аллах тағаланың құдіретін, күшін бар екенін әртүрлі формада көруге болады. Оны шығыстанушылар да, әртүрлі философ ғұламалар да айтады. Мысалға, ал Құдайдың барын жануардың көзінен де көресің, Құдайдың барын музыканың үнінен де естисің, Құдайдың барын желдің самалынан да сезесің деп. Сәйкесінше сыбызғыда осындай бір құдіретті күшке ие сияқты, адамға әпсанада үлкен бір терең ойлар береді. Және тағы да бір осы сыбызғыға қатысты бір басқа мәдениеттердегі үлгіні келтіргім келеді. Біздер мысалы осы балалық кезімізде әртүрлі фильмдерден, мысалға үнді фильмдерінен сыбызғы тектес музыкалық аспапта ойнаған кезде жыланның сол үнге мойын сұнып, қалай айтамыз, билеу дейміз бе, болмаса бағыну дейміз бе, бір үнділердің де осындай бір сыбызғы тектес музыкамен жануарларды бағындырғанын көріп жатамыз. Жалпы бұның арасында айырмашылық, байланыс қандай? Табиғатпен үндестік. Бұл енді жылан да енді табиғаттың бір бөлшегі ғой. Бұл да бана желдің, банағыдай қамыстың тылсым ненің өзінің, бұл адамның өзі бана таңғалса, бұл жануарлардың өзі де таңғалады деген сөз ғой. Былайша айтқан кезде соның бір рухани, табиғаттың рухани құндылығын сол кезде естіп, банағыдай сол дыбысқа елігеді деген әңгіме ғой. Сыбызғы аспабы жалпы біздің адамның рухани өміріне өте байланысы бар. Бұл сыбызғының дыбысы мына адамның тағдырына байланысты, алда болатын біз айтып отырсыз, бір ойлар жетелейді. Яғни сіздің ойларыңыз басқа әлемді шарлайды деген сөз ғой. Бұл яғни бұл сыбызғы аспабы мына дінде руханиятта айтады ғой. Мына пайғамбарымыздың хадистерін жаттай отырып, адам ойланады ғой. Адамның бана сөздеріне, пайғамбардың терең сөздеріне ойланады, табиғатқа ойланып, ойыңды, ақылыңды өсір деп, мынандай философиялық бір бағыттарда шығыс ғұламалар сөйтіп айтып, пікір қылу, манағыда адамның ақылын өсіру, ойын өсіру мақсатында. Соған көмектесетін осы аспап сияқты, осы сыбызғы соған өте көмегі бар деп ойлаймын өзімнің. Жанұзақ мырза, енді біз хабарымыздың барысын осы сыбызғы үнімен бастадық қой. Сыбызғы үнімен аяқтайық, өйткені өзіңіз де бағана айтып отырсыз, дәріптеу біздің қолымызда. Мүмкін осы бір сіздің келесі орындайтын туындыңыздың үзіндісінен кейбір адамдарда арасында рухани жаңғырып, рухани кемелденіп, ұлттық аспапқа деген қызығушылық артады деген сенімдеміз. Олай болса, барлығымыз бірге Азан радиосы эфирінде осы бір тамаша туындының үнін бірге тыңдап, бірге рахаттанайық.
Азан радиосы әуе толқынында. Атамұра хабары. Азан радиосы әуе толқынында.